Сонымен прогрессия тақырыбына арналған үй жұмысының в деңгейінің есептерін шығарып бастаймыз. Біріншіде былай. Аны, яғни төртінші мүшесі 20-ға тең, 8-ші мүшесі 36-ға тең арифметикалық прогрессияның айырымын табыңыз дейді. 8-ші мүшені табу үшін біз мынандай формулаға қосамыз. А төртінші мүшеге қосамыз 4d-ны деген. Осы жерден d деген осыны табуымыз керек. d тең болады нешеге? А8 азайту А4 және 4 мына екені бөлінеді. Сонда 36 азайту 20 бөлінген 4 тең болады 4-ке. Яғни 4 деген жауап бізде дұрыс. 4 деген бізде С нұсқасында тұр. С нұсқасында ғана тұр екен, болды. Екінші есеп, екінші геометриялық прогрессияға қатысты. Бірінші мүшесі минус 0,1 Q10-ға тең болса, геометриялық прогрессияның төртінші мүшесі болып алатын жауаптарды көрсетіңіз дейді. В4 тең болады нешеге? В1 көйту Q-дің 3 дәрежесіне тең. В1 минус 10-ның минус 2 дәрежесіне тең. Осылай алуға болады. Көбейту Q-дің 3 дәрежесі 10-ның 3 дәрежесі деген сөз, осылай жазуға болады. Мынаның таңбасы минус, мынаның плюс, екеуін көйтсек минус болады. 10-ның минус 2 плюс 3 қанша? Плюс 1-ді берейін. Плюс 1 жазбаймыз, просто минус 10 дейсіламыз болды. Минус 10, мысалы, сы нұсқасында тұр, мына жерде тұр, минус 1 дәрежені алып тастасақ, онда 10 болады, мына таңбасымен минус 10 болады. Осындай жауаптар тұр, жалпы жауабы минус 10-ға тең. Енді келесі өте оңай есептер, жалпы ешқандай қиын есеп келмейді бұдан. 2010, 2014, 18 деп басталатын прогрессияның 8-ші мүшесін табыңыз дейді. Так, бірінші мүшесі 2010, екіншісі 2014, одан кейінгісі 18, одан кейінгісі 4 қосылып отыр ғой, қарап тұрсақ. 22, 26, 30, так, неше болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды, 8 деген. 34, 34-ке 4 қоссақ, 38. Мына 7-ші мүше, мына 8-ші мүше болады. Сонда 2038 бізде 8-ші мүшесі. Сы нұсқасында тұр, ол формулаға салып шығару міндетті емес. Так, бұл есептерден қиындық болған жоқ деп ойлаймын. Так, келесі. Келесі уже С деңгейінің есептері уже күрделеніп бастайды. Бірінші есепте былай. Осындай бір жүйе берілген. 5-ші мүшесінен 3-ші мүшесін азайтса 36, 7-ші мүшесіге 5-ші мүшесін қосса 240. 4-ші мүшеден 2 еселенген 2-ші мүшені табыңыз дейді, азайттығандағысын табыңыз. Не істейміз? Мұның бәрінен бұлай В1, В5 дегенді В1 көбейту Q-дің 4 дәрежесіне өрнектесек болады. Минус В3 дегенді В1 көбейту Q-дің квадрат деп өрнектесек болады. Тең болады 36. Бұның 7 дәрежесін В1 көбейту Q-дің 6 дәрежесі қосылған В5 дегенді так, неше деп өрнектесек болады. В5 дегеніміз бізде тең болады деген В1 көбейту Q-дің 4 дәрежесі. Тең болады 240. Енді мұнаның барлығын бір ортақ нәрсе келтіруге болады ғой. Мысалға В3-ке келтірсек. В5-ті В3 көбейту Q-дің квадрат деп алсақ болады. Квадрат. В3-тің өзін қалдырайық. Мұнда В3 деп. Мен жалпы ең кішкентайынан алып қойыппын. Осы есепті қайтадан бір жеңілдеу әдіспен шығарсам. В5 дегенде бізден қарайық. В7, В5, В3 ең кішкентай В3-ке келтірсем. В5 деген В3 көбейту Q-дің квадраты неге екенін қазір түсіндірем. Минус В3 қалады, тең 36. Астындағы В7 деген В3 көбейту Q-дің 4 дәрежесі плюс В5 деген В3 көбейту Q-дің квадраты тең болады 240. Вот. Енді үстіне В3-ті жақшының алдынан шығарсақ не болады? Q квадрат минус 1 болады. Тең болады 36-ға. Астына В3-ті жақшының алдынан шығарсам, Q-дің 4 дәрежесі плюс Q квадрат тең болады 240-қа. Енді осы жүйені бір-біріне бет бөліп жіберсем не болады? В3-тер қысқарып кетеді. Сонда бізде қалатыны, так, Q квадрат минус 1 бөлінген Q-дің 4 дәрежесі плюс Q квадрат тең болады 36 бөлінген 240. Екеуінде 12-ке қысқартсақ 3 бөлінген 20 болады. Енді осы жерден Q квадрат тең болады. А деген айнымалы енгізсек, мынау не болады сонда? А минус 1 бөлінген Q квадрат аға тең болса, Q-дің 4 дәрежесі ол уже А квадратқа тең. Плюс А тең болады 3 бөлінген 20. Енді мен мына жақтар уже түсінікті деп ойлаймын.
алып тастаймыз. Сондықтан бізде мына нені шешсек болды. Енді пропорцияға x-қа көтеміз. 20a минус 20 тең болады. Мына 3-ке көтішамыз. 3a квадрат плюс 3a. Енді не болады? 3a квадрат, так, плюс 20 мұнда минус 20 бөтсе, 17-тен 3-тен 3a-ға азайтылып, минус 17a болады. Минус 20 мұнда плюс 20 болып өтеді, тең болады 0. Енді осы жерден a-ның бірінші және екінші мәнін тапсам, яғни квадрат теңде оны шешуді білесіздер уже ары қарай солай есептейміз. a-ның бірінші және екінші мәнін тапсам, біреуі 4, так, біреуі 4 шығады, біреуі 5 бөлінген 3. 5 бөлінген 3. a-ның бірінші және екінші мәні 4 және 5 бөлінген 3 болды. Енді не істейміз? Біз q квадрат тең a дедік қоя. Q квадрат тең болады 4-ке десек, q дегенде неге тең болады? Плюс минус 2-ке тең болады. Енді плюс 2 деп алайық, себебі бізге бір мән. Q квадрат тең болады 5 бөлінген 3 деген, ол же бізде нақты сан шықпайды. Сондықтан біз пока 2 деген жауапты ала тұрамыз. 2q тең 2 деген нәрсе. Q-дің мәні 2-ке тең екенін таптық. Біз бәрін өшірейік. Q тең болады 2-ке. Енді үстінен не шешеміз? V3 жақшаның ішінде q квадрат минус 1 тең болады 36-ға. V3 шығарғанда. V3 тең болады нешеге? 36 бөлінген q квадрат минус 1. 2 квадратсақ 4, 1-ден азайсақ 3 неға бөлініп түседі? 12. V3 дегеніміз 12-ке тең, q 2-ке тең болса, q дегеніміз 2-ке тең ғой. V4 дегеніміз нешеге тең сонда? 24-ке тең. V4-іміз 24-ке тең. V2-ні V3-те 12-ні 2-ке бөлінген тең, ол 6. Біз 24 азайту 6 көбейту 2 деген сөз мынау. 12 24-тен азайтсақ 12 шығады. Так 12 бізде D нұсқасында тұр екен. Мен жылжытатын болсам, егер бұлай. Ол кезде дұрыс жылжымайды, сондықтан мен бәрін өшіріп отыруыма тура келеді. Міне D нұсқасында тұр. Келесі бізде екінші есеп с деңгейінің жалпы мүшесі мына формуламен берілген тізбектің алғашқы үш мүшесін табыңыз дейді. Так, тізбектің формуласынан да n-ның тең болады 2 минус 1. Енді a1 табу үшін не істейміз? Мына n-ның орнына 1 қойдық қой. Енді дәл солай мына n-ға да 1 қойып шығамыз. Минус 1 азайтсақ 1 болады. a2 тең болады нешеге? 2 көбейту 2 минус 1. Бұл 3-ке тең болады. a3 тең болады 2 көбейту 3 минус 1 тең болады. Бұл 5-ке. 1, 3 және 5. 1, 3, 5 деген бізде v нұсқасында тұр. Жалпы мына тізбекке қатысты формулалар өте көп келеді, өте оңай. Келесі бізде уже соңғы есеп мұны. Прогрессияға берілген с деңгейінің соңғы есебі. Арифметикалық прогрессия мынандай жүйе түрінде берілген a4 плюс a7-ні табыңыз дейді. Не істейміз? Бұнда тура жаңағындай әдіске саламыз. Бұл жерде бірақ a1-ге айналдырған тиімді. Неге? Ең кішкентай a1. a7 дегеніміз a1 плюс 6-ды минус h дегеніміз a1 так бүйтіп жасақ a1 плюс 2-ді. Мынау h береді. Ортадағы азайту бар, бірақ көбейтілгенмен бәрі мына жерде азайту қылып жібереді. Минус a1 минус 2-ді тең болады 16-ға. a4 дегенді айналдырамыз. a1 плюс 3-ді плюс a1 тең болады 26-ға. Енді осы жерден так мына минус a1 болады, мына плюс a1 2 жойып жібереді. 2-ді минус 4, 6-ды минус 2-ді 4-ді береді. Тең болады 16-ға. D тең болады 16-ны 4-ке бөлеміз. 4. Яғни айырманың мәнін таптық. Енді мына жерден a1 плюс a1 2a1-ді береді астынан. Тең болады 26 азайту 3-ді. 3-ке 12, 4-ті өтсек 12. Так, 2a1 тең болады 26-дан 12-ні азайтсақ, бізде шығу керек 14. a1 тең болады 7-ге. D 4-ке тең болса, 4-ші мүшесі нешеге тең? 7. Так, 2-ші мүшесі осыған 4-ті қосамыз. 11, 15, 19, 4-ші мүшесі 19-ға тең бізде. Яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші мүше. Енді дәл осылай 7-ші мүшені сұрастыра басылайық. Так, 19, 23, 5-ші мүше 23, 6-ші мүше 27, 7-ші мүше 27-ге 4-ті қосамыз 31. 31-ге тең, 19-ға тең екенін қоссақ, бізде береді 50-ді. 50 v нұсқасында тұр. Осымен бүгін біздің үйге берген тапсырмалар талдау сабағымыз аяқталды. Ешқандай қиын есеп кездескен жоқ. Жалпы а деңгейі тіптен оңай деп есептеймін. Сондықтан сабақты қарап болған болсаңыздар, сау болыңыздар.